Бисмиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва асхабихи ва ман валя. Бүгін имам Навауи рахимахулланың жинақтаған 40 хадисінің әуелгісін бастағалы отырмыз. Бұл хадисті жеткізген әйгілі сахаба Омар радиаллаху анху. Әуелі осы сахабаға тоқталып өтсек. Бұл кісінің толық аты Абу Абдуллах Омар ибн Хаттаб ибн Нуфейл ибн Абдул Узза әл-Ади әл-Қурайши әл-Мәкки. Шешесінің аты да Хантама болған. Ол кісі Мекке қаласында піл оқиғасынан кейін 13 жылдан кейін дүниеге келген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға пайғамбарлық келгеннен кейін 7-8 жылдан кейін ол тұста Омар радиаллаху анхудың жасы 26-27-де болған. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдына келіп исламды қабылдайды. Оған дейін 40 ер адам және де 11 әйел адам исламды қабылдаған болатын. Омар радиаллаху анхудың исламға келуіменен мұсылмандар қуаттанды. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұған дейін ва Алла тағала дінді екі Омардың біріменен қуаттай көр деп дұға жасаған болатын. Аллаху Тағала да сүйікті пайғамбарының саллаллаху алейхи уассаламның дұғасын қабыл алды. Омар радиаллаху анху мұсылман болысыменен өте игі және де ізгі істерді жасады. Ол кісі ең әуелі болып жалғыз және де жария хижрет жасаған адам. Оған дейін бұны ешкім жасамаған. Және де ол кісі кейінгі уақыттарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қасынан қалмай барша ғазауаттарға қатысқан. Және соғыстарға қатысатын кезінде ол өзінің малының жартысын садақа етіп берген. Кейіннен Омар радиаллаху анхудың тағы да көптеген тарихта қалған еңбектерін атап өтуге болады. Мысалға, ол кісі халифа болған кезінде оған ең әуелі Әмирул Муъминин, яғни мұсылмандардың әміршісі деген атақ берілген. Әрине бұған дейін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған Фаруқ, яғни ақ пенен қараны қақ ажыратушы деген лақап да берген болатын. Омар радиаллаху анхудың кезінде көптеген игі істер болды. Мысалға, Шам халқы толықтай мұсылмандардың қол астына өтті. Омар радиаллаху анхудың кезінде 1000-ға жуық мешіт салынған. Иерусалим қаласы өз қақпасының кілтін ешбір соғыссыз тапсырған. Сонымен қатар Омар радиаллаху анхудың халифалығы тұсында қоғамның әлеуметтік мәселелерінде де көптеген игіліктерді жасаған. Атап өтер болсақ, сүт ақы, жәрдемақы, зейнетақы. Әскерлерге ең әуелі жәрдемақы тағайындағанда осы Омар радиаллаху анху. Сол кісінің халифалығы тұсында ең әуелі тәртіп сақшылары түзелген, шекара бекітілген, мемлекетке кіріп шығушылардың есептері алынған. Омар радиаллаху анхудың кісілік келбетіне келетін болсақ, ол кісі өте батыр әрі әділ болған. Қашанда зұлымдық көрген және де әлсіз болған адамдардың жанынан табылатын және де үнемі оларға көмек қолын созатын болған. Омар радиаллаху анхудың жеткізген хадисіне келетін болсақ, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның былай деген естігенін айтады. Расында амалдар ниетке байланысты. Расында әрбір адамға ниет еткені беріледі. Бұл екі сөйлемнің мағынасы өте терең. Тіпті Абдурахман ибн Махди сынды ғалымдар бұл хадис туралы былай деген: кімде-кім кітап жазғысы келсе, әуелі осы хадистен бастасын. Және де бұл хадисті хадис ілімінің ең үлкен ғалымдары, ең үлкен хадис жеткізуші имам Бухари, имам Муслим сияқты кісілерді жеткізген. Имам Шафи рахимахулла бұл хадистің үлкендігіне меңзеп, бұл хадис діннің 3/1-іне кіреді. Ал имам Ахмад рахимахулла болса айтады: дін мына 3 хадиске құрылған. Біріншісі Омардың жеткізген амалдар ниетке байланысты хадисі. Екіншісі Аишаның жеткізген кімде-кім біздің бұл ісімізге одан болмаған нәрсені кіргізсе, ол өзіне қайтарылады деген хадисі. Және де үшіншісі Нұъман ибн Баширдің халалдың не екені белгілі, харамның не екені белгілі деген хадистер. Алла жазса, бұл хадистердің де әрбіріне тоқтайтын боламыз. Сонымен қатар имам Абу Дауд әйгілі Кутубу Ситта 6 хадис жинағының бірінің авторы былай дейді: мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның 500 000 хадисін жаздым. Оның ішінде осы кітабыма 4800-ін жинақтадым. Алайда адамға оның ішінде 4 хадис жеткілікті. Ол хадистер: біріншісі әл-аъмалу бин-ният, яғни амалдар ниетке байланысты деген хадис. Екіншісі адамның
исламының жақсылығының көрсеткіші оның қажет емес нәрсені тастай білуі деген. Үшіншісі, ла юмину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи, яғни араларында қайсы бірің өзі үшін сүйген нәрсені бауырына жақсы көрмейінше кәміл иман еткен болмайды деген хадис. Және де төртіншісі, әл-халалу байин вәл-хараму байин, яғни ненің халал екені белгілі, ненің харам екені белгілі деген хадистер деген. Ал енді хадистің өзіне кірсек, яғни иннамал а'малу бинният ва иннама ликулли имриин ма нава. Арасында амалдар ниетке байланысты және де әрбір адамға ниет еткені беріледі деген хадиске біраз кеңірек тоқталсақ. Бұл хадисті түсіну үшін әуелі мұнда нендей амалдарды айтып жатыр, соған кірісуіміз керек. Мұнда ғалымдар екі түрлі пікір айтқан. Ғалымдардың бірінші тобы бұлар фақих ғалымдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам арасында амалдар деп бұл жерде белгілі бір амалдарды айтып жатқаны үшін бұл жердегі амалдар ақыретпенен байланысты болған амалдар, яғни ғибадатқа қатысты амалдар дейді. Ал енді ғалымдардың екінші тобы болса, бұл хадис амалдардың барлығын бірдей қамтиды деген, яғни тек қана ақыретпен ғана байланысты болуы шарт емес. Бұл көзқарасты әуелгі салафус салих, яғни әуелгі мұсылмандардың айтқаны туралы ғалымдар жеткізген. Ал енді ниеттің өзіне келсек, ниетке қатысты да ғалымдар екі түрлі көзқарас айтқан. Ғалымдардың бірінші тобы бұл жердегі ниет жалпы фикх мағынасындағы ниет деген. Яғни бір намазды екінші намаздан ажырату үшін, немесе бір оразаны екінші оразадан, немесе әдеттегі істі ғибадат істен ажырату үшін жасалатын ниет. Мысалға, адам нәпіл ораза ұстайтын болса, және де парыз оразаны ұстайтын болса, ол екеуісінің айырмашылығын ниетінде көрсетеді. Бұл осы сынды ниет деп көрсеткен. Алайда ғалымдардың екінші тобы бұл жердегі ниеттің мағынасын біраз тереңінен қарастырған. Адамдар әрбір істеген іс әрекетін Алла үшін жасап жатыр ма, немесе басқа үшін жасап жатыр ма, соны анықтайтын ниет деген. Алайда бұл көзқарас біраз қиындау болып табылады, себебі оны айтқан кісілер әл-арифин, немесе Аллаху Тағаланы жақын таныған ерекше құлдары. Және де бұл ариф құлдардың, яғни Аллаху Тағалаға етене жақын болған құлдардың бұл сөздерін қуаттайтын Аллаху Тағаланың Құран кәрімдегі мына аяты. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ман кана юриду харсал ахирати назид лаху мин харсихи ва ман кана юриду харсад дуnya нутихи минха ва ма лаху фил ахирати мин насиб. Кімде-кім ақыреттің жемісін қаласа, біз оған оны асырып-тасырып береміз. Ал енді кімде-кім дүниенің жемісін қаласа, біз одан береміз, алайда ақыретте оған ешбір нәсібе болмайды дейді. Сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы мағынаға жақын басқа да хадистер бар. Мысалға имам Табарани рахимахулла жеткізген сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ниятул муъмин хайрун мин амалихи деген, яғни мұсылманның ниеті оның амалынан да жақсы. Неліктен олай дегенге ғалымдар мына нәрсені айтады. Себебі адам ниетінде ісіне қарағанда таза болуы мүмкін. Бәлкім адам іс жүзінде қандай да бір іс жасаса, бәлкім мені басқа біреу көрсе екен, басқалар естісе екен, басқалар таң қалса екен деген сынды ойлар араласуы мүмкін. Алайда адам тек қана ниет ететін болса, оған бұл сияқты нәрселер араласпайды дейді. Яғни амалы Аллаху Тағалаға таза болады дейді. Имам Ибн Маджа менен Ахмад жеткізген тағы бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді. Ман канати дуnya хаммаху фаррақаллаху алейхи амраху ва жа'аля фақраху аля айнихи ва ла я'тихи минад дуnya илля ма кутиба лаху ва ман канатил ахирату ниятаху жама'аллаху лаху амраху ва жа'аля ғинаху фи қалбихи ва ататху дуnya ва хия рағима. Кімде-кімнің бар ойлағаны дүние болса, Алла Тағала оның ісін шашып тастайды. Сөйтіп, көз алдына кедейлігін әкеп қояды да, оған дүниеден, оған нәсіп болған нәрседен ешбір нәрсе келмейді артық. Ал енді кімде-кімнің ойлағаны ақырет болса, онда Алла Тағала оның ісін жинап қояды. Және де жүрегіне оның байлығын қондырады дағы, дүние қаласа да, қаламаса да оған келетін болады. Бұл ниет өте маңызды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы ниеттің орнын көрсеткеннен кейін артынан мысал берді. Мысал ретінде хижретті берді. Яғни кімде-кім Алла үшін және де оның елшісі үшін хижрет жасаған болса, онда ол Алла үшін және де оның елшісі үшін хижрет жасады демек. Ал енді кімде-кім дүниеге қол жеткізу, немесе бір әйелмен үйлену үшін хижрет жасаған болса, онда оның хижреті соныменен шектеледі дейді.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хижретті мысалға беруінің себебі бұл амал бүткіл сахабаларға таныс болған амал. Оның қиындығын, қуанышын барлығы сезінген де, білген де. Және де оны жаңадан түсіндіріп қажеті болмаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларға олардың сол күндегі істеп жатқан осындай бір ең үлкен амалдарының бірін мысал етті. Және де егер де ол Алла үшін және де елшісі үшін болса, онда оның амалы қабыл екенін көрсетті. Бірақ кім дәл осы сияқты үлкен бір амалда басқа бір мақсатта істейтін болса, онда оның істеп жатқан амалы ешсіз қалатынын көрсетті. Осы тұста мына оқиғаны айтып кеткеніміз жөн шығар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезінде сахабалар Алланың ризалығын іздеп хижрет жасап жатқан кезінде араларында бір адам Умму Қойс деген әйелменен үйлену үшін хижрет жасаған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бұл оқиға жеткен кезінде әлгі хадисті айтқан деседі. Бірақ бұл хадисті зерттеген Ибн Раджаб аль-Хамбали рахимахулла сияқты үлкен ғалымдар бұл хадистің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірінде болмағанын айтады. Ол кісі айтады: кейінгі уақыттарда Умму Қойс үшін мұхажир еткен адам туралы көп әңгімелер айтылып, және де көп кітаптарда сол зікір етіліп жүр. Алайда біз бұл мәселені зерттеп көрдік. Біріншіден, бұл хадис сахих деректерден келмеген. Екіншіден, бұл хадисті Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анху деген сахаба жеткізген. Ол кісі бұл оқиғаны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның уақытысына сілтемеген. Бәлкім бұл сынды оқиға сол кісінің заманында болып, соны әңгіме еткен болуы керек. Алайда тыңдаушы құлақ бұны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірінде болған екен деп түсініп қалған сияқты дейді. Осылайша бүгінгі хадисімізді бітіреміз. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin вал ақибату лил муттақин вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.